Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ерекше газде, яғни сковородка деп пісетін самсаның рецептісімен бөлісемін. Енді бұл самсаны сіздер өздеріңіз жасап көріңіздер. Міндетті түрде өте дәмді әрі сәтті шығады. Сіздерден қолдау күтемін. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, төмендегі подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып алыңыздар. Менің видеоларымды үнемі бірінші болып сіз көріңіз. Өте ерекше дәмді болады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Ал енді сіздерге жасалу жолымен бөлісейін. Ең бірінші біз қамырын дайындап аламыз. Бізге тұз және су керек. Судың температурасы маңызды емес, бірақ қатты ыстық су болмауы керек. Бірінші тұзымызды суға салып, жақсылап ерітіп аламыз. Тұзымыз әйтпесе ұнның арасында өте түйдек болып қалып кетпес үшін. Және бұған жұмыртқа қоссаңыздар болады, және жай ғана сұйық май құйсаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз бойынша жалпы тестаның. Одан кейін біз осы суымыз дайын болғаннан кейін ұнның үстіне құйып, қатты қамыр емес, немесе қатты жұмсақ қамыр емес, орташа темпте қамыр дайындаймыз. Осылай қамырымызды жақсылап дайындап аламыз. Июн қандырып 5-10 минутқа қалдырамыз. Жақсылап июн қандырып аламыз міндетті түрде. Ортасында тағы да 1-2 қайтарып илеп қойсаңыздар болады. Міне осы июі қанған қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Кішкене ғана 4 бөлікке бөліп, оларды жұқа етіп жаямыз. Және әр жайған тестамызды, яғни қамырымыздың бетін сары маймен, немесе тоң маймен, немесе сұйық маймен майлайтын боламыз. Әр қайсын майлап болғаннан кейін, бір-біріне үстіне салып болғаннан кейін, ол қамырларымызды ораймыз. Рулетик формасына келтіріп орайтын боламыз. Яғни осылай бірінші қамырларымызды 4 бөлікке бөліп, кішкене июн қандыр бетін жаба тұрамыз, одан кейін барып жайлап жаюға кірісеміз. Осылай жұқа болып жайылу керек міндетті түрде. Осылай 4 бөлік қамырымызды осылай жайып аламыз. Немесе сіздерге басқа да жолы болса, осында бөлісе кетсеңіздер болады. Сұйық майымызды алдын ала ертіп аламыз микроволновкада, немесе судың қайнатып отырып, сол судың буында ерітетін боламыз. Осылай қамырларымыздың әр бөлігін, осылай әрқайсына біз майды жаға отырып, бір-бірінің үстіне қойып шығамыз. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліңіздер. Сіздерге жаңа және міндетті түрде өзім пробамен жасап көрген рецептерді ұсынатын боламын. Және төменде описанияға қанша мөлшерде салу керек, барлығын жаза кетемін. Мінекей, енді қамырымызды осылай рулетик формасына келтіріп орап шығамыз. Міндетті түрде арасында ешқандай ауа қалмауы керек. Ауа қалмайтындай қылып, өте араларын жақын қылып, жақсылап, яғни ауа қалмайтындай етіп орап, міне осылай ұзын формаға келтіреміз. Енді бұның барлығын бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Ал енді біз самсамыздың салмасын дайындаймыз. Салмасы негізінде өз қалауларыңыз бойынша. Мен осы асқабақпен самса жасайын деп шештім. Духовкада пісетін самса жасайын деп шештім. Ең бірінші біз пиязды жақсылап өте жіңішке формада турап аламыз. Оны қандай да бір ыдысқа бөлек салып қоямыз. Ал енді біз картопымызды және асқабағымызды міндетті түрде үккіштен өткіземіз. Өйткені біз духовкада емес, табада пісіретін болғаннан кейін, яғни сковородкада пісіретін болғаннан кейін бізге осы картоптарымыз тезірек пісуі тиіс. Сол үшін теркадан өткізетін боламыз. Ендігі кезекте асқабағымызды өткіземіз. Ең бірінші барлығын тазалап, жақсылап реттеп аламыз. Міне осылай асқабақтарымызды бірінен кейін бірін өткізіп шығатын боламыз.
Негізі салмасы өз қалауларыңыз бойынша, сонымен қатар шеккен етті де қолдансаңыздар болады. Ал енді ыдысымызға сұйық майымызды құямыз. Оттың астын қатты формада қалдырамыз. Ең бірінші біз пиязымызды жақсылап қуырып алуымыз керек. Пиязды қуырып аламыз. Негізінде картоппен асқабақты да бірге қуырсаңыздар болады. Ал осындай фаршты да осындай формада істегілеріңіз келсе, міндетті түрде фаршты қуырып пісіріп алғандарыңыз дұрыс. Жақсылап қуырып аламыз. Шамалы дәміне қарай кішкене тұз саламыз. Осылай салманың барлығын дайындап болғаннан кейін енді жақсылап бір-біріне қосып араластырамыз. Жаңағы қуырылған пиязымызды саламыз және оның үстіне дәмдеуіштерімізді саламыз. Дәмдеуіштерге тұз, бұрыш және қандай да бір приправа яғни қоссаңыздар болады. Міне осылардың барлығын бірге салып, міндетті түрде жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бетіне 1-2 қасық шай қасық көлемінде сұйық май құямыз. Негізі сұйық май құймасаңыздар да болады, оның орнына құйрық май қоссаңыздар да болады. Міндетті түрде бұл тек қана осы асқабақпен емес, сонымен қатар асқабаққа қосып сырмен де жасасаңыздар болады. Сырмен жасаған өте басқаша дәмдірек болып шығады. Ал енді біз тесталарымыздың барлығын дөңгелек формада жайып шығамыз. Дөңгелек формаға келтіріп жайып болғаннан кейін біз осы салмамызды салып, самсамызды дайындаймыз. Енді салмамызды саламыз. Өз қалауларыңыз бойынша, яғни самсаның өзі әрлеулеріңіз өрсеңіздер де болады, басқаша формада бүксеңіздер де болады, өз еріктеріңіз. Салмамызды салып болғаннан кейін барлығын бір жерге жақсылап жинай бастаймыз. Барлық самсамызды дайындап болғаннан кейін табамыздың астын қыздырып, табаны жай ғана бетін майлап, осылай біз бүкіл самсамызды қойып шығамыз. Яғни табамызға, сковородкамызға қанша самса сияды, сол бөлік самсаларды салып шығамыз. Бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. 10-15 минут өткеннен кейін самсаларымыздың келесі бетіне аударып шығамыз. Мінекей осындай біздің қойған бетіміз қызарып шығуы керек. Қызарып шықса, яғни ол біздің самсамыздың тестасы пісті деген сөз. Осы келесі бетіне аударып, тағы да 10-15 минутқа жауып қалдырамыз. Келесі бетінде 10-15 минут қойып болғаннан кейін біздің самсаларымыз дайын. Оларды алып дастарханға ұсынсаңыздар болады. Мінекей, енді біздің самсамыздың арасында бөліп көрсеттім. Өте дәмді, әрі ерекше болып шығады. Сыр қоссаңыздар мүлдем дәмді болады. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, төмендегі подписация батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Сіздермен болған Әйгерім Шынтемірқызы. Рахмет.